Мен террорист емеспін. 5 ай түрме болды, 2,5 жыл подследственный. Прокурор мырза мемлекеттік айыптаушы осын тағы 10 жылға создырғысы келеді. Құрметті сот, 5 январға дейін бейбітшілік заман болды, бәріміз жұмыс істеп жүрдік. Мен халыққа қызмет етем, өзім мебель жасаймын, жұмыс істеймін. Мен ешқандай митингті бір күтіп дайындалып жүрген жоқпын. Мен террорист емеспін. 5 январ күні біз бәріміз бұл жерде ешкім қалтасына қару салып шыққан жоқ. Ол жерге біреумен қырылсам, өкіметпен қырылсам деген ой болған жоқ. Біз террорист емеспіз. Бізге тағылып отқан кінә 10 жыл деген біз бас бостандығымыздан айыру өте ауыр жаза біз үшін. 5 январ күні мен бір қателік, мен кінәді жасаған жоқпын. Ол жер бір қателік болып, уже мен түсінбей қалдым. Ол қателік шығар енді. Бір қателігім үшін 5 ай түрме болды, 2,5 жыл подследственный. Прокурор мырза мемлекеттік айыптаушы осын тағы 10 жылға создырғысы келеді. Жандарбеков 2 жыл отырмын дейді түрмеде уже. Мен білем түрмеде күн қандай екен. Bir күннің 2 жыл қайталанып отқан ол да оңай емес. Бізге берілген жаза өте ауыр. Біз бір күніміз үшін алған сияқтымыз оның жазасын осы уақытқа дейін. Құрметті сот, сіздің рақымшылығыңызбен әділдігіңізге сенеміз. Басқа қосып айтарым жоқ.